Сәлем, мен Аскербек. НЛО-ның, яғни өзге планеталықтардың бар екенін көп жоққа шығарады. Бұлай ойлайтын адамдар түсіну өте қиын, себебі біз аспан әлемін тереңірек зерттей келе, оның адам сенгісіз үлкен және біз білмейтін неше түрлі ғажайыптарға толы екенін біле бастадық. Адамзат ғарыштың әлі 0,1% зерттеп үлгерген жоқ. Осы күнге дейін адамдар тек айға ғана аяқ басты, ал бұл ғарыштық көлемде түк емес. Тіпті біз бір орыннан қозғалмай, үйіміздің терезесіне қарап тұрғандаймыз. Аспан әлемі былай тұрсын, біз туған жерімізде зерттеген жоқпыз. Мысалы, мұхиттың 90% күн көзін көрмеген жануарларға толы. Сондықтан өзге планеталықтардың бар болу пайызы түнде қараңғы батып, таңертең күн шығып жарық болумен бірдей. Қазіргі таңда өзге планеталықтарды іздеу өте қарқынды жүріп жатыр. Тіпті осы НЛО-ны іздестірумен айналысатын арнайы ресми ұйым бар. Бұл ұйым SETI деп аталады. SETI ұйымның басты мақсаты мыңдаған радиотелескоптарды қолдана отырып, ғарыштың түкпір-түкпірінен келетін радиотолқындағы хабарламаларды қабылдап, соның ішіндегі қайта-қайта қайталанатын элементтері бар, технологиясы дамыған өзге планетарлық хабарламасы бұл мүмкін дейтіндері ғана іріктеліп, сараптамадан өтеді. Осы күнге дейін көптеген хабарлама тіркелген, бірақ солардың ішіндегі ең атшулы сол WOW сигналы. 1977 жылы, яғни осыдан 40 жыл бұрын, американдық радиоастроном Джерри Эймон үлкен құлақ деп аталатын радиотелескопты қолдана отырып, мынандай өте ерекше радиосигнал тіркейді. Осы хабарламаны астроном қызылмен белгілеп, жанына WOW деп өз таңғалғанын жазып кетеді. Бұл сигналдың қайталанатын элементтер көп бір мағынасы бар секілді. НЛО-ның бізге жіберген хабарламасына ұқсайды. Бірақ онда қандай ақпарат шифрланғанын әлі нақты білмейміз, тіпті қай бағыттан келгенде нақты біле алмаймыз. Себебі үлкен құлақ радиотелескопы барлығымыз білетіндей тарелка тәріздес қозғалатын радиотелескоп емес. Оның екі шетінің екі құлағы болғандықтан сигналды нақты қай құлақ қабылдағанын біз білмейміз. Бірақ радиоастрономдардың болжамы бойынша шамамен мерген шоқ жұлдызынан келді деп есептейді. Бірнеше жылдар бойы сол бағытқа әлемнің барлық радиотелескоптары бағытталып, НЛО-дан хабарламаны күтті. Бірақ өкінішке орай ешқандай сигнал тіркелмеді. НЛО-мен ешқандай әлі нақты байланыс орнатылмады. Мүмкін біз іздеп жатқан радиотолқындағы сигналдар олар үшін белгісіз жат технология шығар. Олар бізге WhatsApp-пен немесе VK-мен хат жазып жатқан кезде, біз олардан 18-ші ғасырдағы телеграфтан бір хат күтіп отырғандаймыз. НЛО бізбен байланысқа шыққанның өзінде де бұл бір мылқау мен соқырдың әңгімесінде болады. Себебі олардың тілі мен қарым-қатынасы мүлде бөлек болуы мүмкін. Тіпті телепатия арқылы қарым-қатынас жасаса да, мен таңғалмас едім. Жыл сайын Хаббл және Кеплер сияқты алып телескоптар жерге ұқсас экзопланеталарды анықтауда. Мүмкін дәл қазір Кеплер сияқты жерге ұқсас планеталардың бірінде дәл өзіміз сияқты технологиясы дамыған өзге планеталықтар өз телескопын құс жолы галактикасындағы жер атып экзопланетасына қаратып, сонда тіршілік болуы мүмкін деп зерттеп жатқан шығар. Кім біледі? Сондықтан сен өзің дамыт. Сіздер болған мен, Аскербек. Сау болыңыздар. Пока.